айдың 18 қара сөзі. Жалпы адам баласы, мысалы біз осы киімді жыртықсыз, киімсіз, яғни жыртықсыз, кірсіз, осылайынан бұлжыратпай, бұлғамай киеміз. Ал кербездер киімдерді әйтеуір қалай кисе де өзі біледі. Әйтеуір киімін 2 аптада бір-ақ рет жуатын сияқты. Себебі кербезге қарайтын болсақ, олар киімін салады, кейін өзінің киімін қайттан сол салып қояды да, кейін басқа киімді киіп жүреді. Сол киімдердің бәрін айналдырып кие беретін сияқты. Жалпы кербез дегеніміздің өзі бір түсінбейтін жағдай. Кербез дегеніміз ол осындай керден безіңдер деп өзім түсінемін, яғни сондайға ұқсатамын. Яғни біз адамдар әртүрлі киінеміз. Мысалы, біреуіміз киімдерді айналдырып киеміз, ал біреуіміз әр күні киімімізді ауыстырамыз, ал біреуіміз киімді бір аптадан артық кимейміз деген сияқты. Әр қайсымызда өзіміздің ережеміз бар. Мысалы, мен киімімді бір аптадан артық кимеймін. Сонда бұл біздің қазақтың кербездігі ме?